Сәтбаев университетінің ғылыми әзірлемелері енді Қазақстан өңірлерінде кеңінен өндіріске енгізіледі. Университет пен өндірістік серіктестер арасында қол қойылған стратегиялық меморандум Түркістан облысында жоғары технологиялық құрғақ құрылыс қоспаларын шығаратын жаңа өндіріс орнын іске қосуға мүмкіндік береді. Алдағы уақытта бірлескен спин-офф компаниясын құру да жоспарланып отыр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың нақты технопарктер құру деген тапсырмасына сәйкес біздің Сәтбаев университетінде іске асып жатқан үлкен жоба, өндірістік жоба диатомит өндірісі. Бұл жерде құрғақ құрылыс қоспаларын өндіреміз. Құрғақ құрылыс қоспаларын 2026 жылдан бастап өндіріс толық жұмысқа қосылды, яғни тауар сертификатталған, отандық ғалымдардың еңбегінен туған. Бұл жерде ғылымнан, яғни өндіріске. Бұл осы процесс іске асып отыр. Ендігі кезек өндірісті басқа өңірлерде, яғни енгізу жұмыстары басталды. Соның ішінде бүгін өздеріңіз куәгер болып отырған Түркістан өңірінде осы диатомит өндірісінің тағы бір линиясы іске қосылғалы жатыр. Меморандумға қол қоюлар болды. Ғалымдардың еңбегі өңірлерге, яғни іске асырылып жатыр деген сөз. Жобаның негізіне қазақстандық ғалымдар әзірлеген инновациялық құрылыс материалдары алынған. Бұл технология Алматыдағы өндіріс алаңында сынақтан өтіп, өзінің тиімділігін дәлелдеген. Енді тәжірибе еліміздің өзге өңірлеріне де таратылып, жаңа өндірістердің ашылуына жол ашады. Бүгінде Сәтбаев университеті ғалымдарының ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесінде Алматы қаласында құрғақ құрылыс қоспаларын өндіретін зауыт құрылды. Кәсіпорын жұмысының өндіріс көлемі мен өнімді өткізу көрсеткіштерінің нәтижесінде бұл жобаны ауқымдау туралы шешім қабылданды. Яғни құрғақ құрылыс қоспаларын өндіруді тек Алматыда ғана емес, Қазақстанның басқа өңірлерінде де ұйымдастыру жоспарланып отыр. Қазіргі таңда бұл жобаны Түркістан облысында іске асыру мақсатында Сәтбаев университеті мен серіктестер арасында консорциум құрылуда. Өндірілетін құрғақ құрылыс қоспаларының басты ерекшелігі мынада. Біріншіден, оларды өндіру барысында өнеркәсіптік қалдықтар пайдаланылады. Бұл дайын өнімнің өзіндік құнын айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді. Екіншіден, бұл экологиялық тұрғыдан маңызды. Құрғақ құрылыс қоспаларын өндіруде өндірістік қалдықтарды пайдалану Қазақстан аумағындағы экологиялық жүктемені азайтуға ықпал етеді. Жалпы алғанда, құрғақ құрылыс қоспалары өндірісінде пайдаланылатын шикізаттың 95% отандық шикізат. Оның шамамен жартысын түрлі өндіріс орындарының қалдықтары, ал қалған жартысын минералдық ресурстар құрайды. Қалған 5% химиялық модификациялаушы қоспалардан тұрады. Мамандардың айтуынша, мұндай кәсіпорынды Қазақстанның кез келген өңірінде 6-12 айдың ішінде іске қосуға болады. Бұл ғылыми жаңалықтарды қысқа мерзімде өндіріске енгізіп, экономиканың нақты секторын дамытуға мүмкіндік береді. Қазірдің өзінде жобаны жүзеге асыру бойынша ұсыныстар Павлодар, Қарағанды, Ұлытау, Абай, Шығыс Қазақстан, Түркістан облыстары мен Астана қаласына жолданған. Ұлытау облысында өндірісті орналастыру мәселесі талқыланса, Түркістан облысында өндірістік алаңды дайындау және қажетті жабдықтарды жеткізу жұмыстары басталып кеткен. Мамандардың пікірінше, бастама мемлекет басшысының ғылымды коммерцияландыру және жоғары технологиялық өндірістерді дамыту жөніндегі тапсырмаларын іске асыруға бағытталған. Сонымен қатар жоба жас ғалымдарға ғылыми идеяларын өндіріске енгізуге, жаңа жұмыс орындарын ашуға және отандық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жаңа мүмкіндік береді.